Психологиялық тест. Адам мінезін саусағына қарап тануға болады. Сана мен дене бір-бірімен тығыз байланысты, сондықтан адам мінезін қасиеттерін оның сөздеріне қарап қана емес, сыртқы келбетіне қарап танықтауға болады екен. Сондай тәсілдің бірі саусақтар арқылы зерттеу. Британиялық ғалымдар бұл тақырыпты тереңнен зерделеп, мынадай қызықты деректерді анықтады. Екінші және төртінші саусақтардың ұзындығына назар аударыңыз. Экрандағы саусақтардың қайсысы сіздің саусақтарыңызға көбірек ұқсайды? А. Төртінші саусақ екіншісінен ұзынырақ болған жағдайда. Саусақтары мұндай адамдар батыл, шешім қабылдауға жүрексінбейтін, жиі тәуекелге баратын жандар. Олар ақылды, логикасы дамыған адамдар. Сонымен қатар, бұл жандар өзгелерден гөрі көбірек ақша табады. Саусақтары мұндай қызбалы әлі тұрмыс құрмаған болса, табысты адаммен жұп құруға мүмкіндігі мол екенін айтуға болады. Б. Төртінші саусақтар екіншісінен қысқа болған жағдайда. Саусақтары мұндай адамдар әдетте тәкаппар келеді. Көңілі тоқ болғандықтан, өздерімен өздері болғанды жақсы көреді. Мұндай адамдар бірінші болып ұсыныс жасай бермейді. Бұл тек махаббатқа ғана емес, бизнеске де қатысты. Бірақ айтылған фактілерге қарамастан өзіне деген назарды бағалай біледі және мақтау, қошемет сөздерді қабылдай біледі. С. Төртінші және екінші саусақтардың ұзындығы бірдей болған жағдайда. Мұндай адамдар өте мейірімді әрі көңілі ашық болады. Олар ұрыс-керісті ұнатпайтындықтан, кекілжің тудыратын жағдайлардан аулақ болуға тырысады. Олар тазалық пен тәртіпті жақсы көретіндер. Кез келген адаммен жеңіл тіл табысады. Құрметті көрермен, сіз бұл айтылғандармен келісесіз бе? Жалпы, сіздің саусақтарыңыз көрсетілген үш нұсқаның қайсына көбірек ұқсайды? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.